Бүгінгі видеода су ішпе челлендж болады. Бірақ та әдеттегі жай су ішпе челлендж емес. Біздің үйдің асқар тауы мен жанындағы мөлдір бұлақпен және де Қытайдың ащы тағамдарымен болады. Әрине ұтылған адам өлең айтып береді. Түсінікті шығар, мамам ұтылса мамам, ал папам ұтылса папам айтып береді. Егер де келесі видео тез шықсын десеңіздер 3000 лайк немесе 120 000 подписчик жинап тастайық. Видео өте керемет болды, еңбегін бағалап астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кетейік, ал біз видеоны бастаймыз. Сіздер енді басқа блогерлердің су ішпе челленджі көрген боласыздар. Енді олардікі обычный қарапайым кәдімгі чипсы анау-мынаулармен. Ал бүгінгі менің су ішпе челленджім енді айта алмаймын. Прям новый уровень, новый қиындық, новый контент, новый қызықты видео, короче, бір сөзбен. Короче, мынаған қараңдар. Осы челленджге қатысатын қатысушылар кім екенін білмейсіздер ғой. Мен өзімде шокпын. Ол кісілер именно менің видеома түседі деп вообще ойламадым мен. Ойлаңыздар, просто мен вообще ойламадым, что ол кісілер менің видеома түседі деп. Жоқ, енді базар жоқ түсті, бірақ екеуі бір уақытта бір видеоға. Вообще айта алмаймын, короче. Қарсы алыңыздар. Мына отырған қонақта менің папам мен мамам. Мен бүгін бұл кісілерге арнайы Қытайдың кухнясынан осындай жейтін заттарды алып келдім. Міне мынау бар и мынау бар. Мынау для вида, да? Мен бұларды специально сіздер үшін, осы видео қызық болсын деп сіздер үшін заказ ететін. Сол үшін міндетті түрде каналға жазылып лайк басып кетейік. Именно мен бұл заттарға заказ беретін кезде мен администраторға айттым. Короче, маған ең ашты және түрі ерекше бір тамақтар беріңіздер. Ең бастысы мен оларға ең ашты дедім. Прям аямаңыздар дедім. Аштын плотно қосыңыздар дедім. Бәріқтарыңыз білесіздер, Қытайдың заттары қандай ашты болатын, и потом мыналар қалай ашты болатын білесіздер. И бүгін екеуіңіз су ішпе челленджге қатысатын боласыз. Және де міне менің қолымда мынандай мөлдіреген, қараңызшы, не деген мөлдіреген мынандай керемет су бар. Осыны тура мына алтыларыңызға осылай қоятын болам. Және де осы суды кім бірінші ішіп қояды, сол ұтылатын болады. Ал енді біз челленджді бастайтын боламыз. Кет. 2-3 ал челлендж басталды. Аллаху акбар. Мынаны қараңдар. Мынау қандай ашты екен білмейсіңдер, мынаны қарап жүріңдер. Әкең ба? Мына жерлерін қараңдар. Ё-май. Араластырмақсың ба? Араластырдым. Араластырмақсың. Так, мына аштыны көрдіңдер ма? Ё-май, мына аштыны көрдіңдер ма? Мынау перестің анандай дәніне. Или перес емес па? Или білмеймін, короче, мынау жестко ашты. Ё-майо. Жестко ашты екен прям. Мұндым аш кетті ғой. Будь здоров. Будь здоров. Слава Советскому Союзу. Будь здоров. Қалай енді сіздерге ұнап жатыр ма? Қалай екен, ашты екен? Мынадан бір рет ұрттап жібермейсіз ба? Көріп тұрса күшті отыру. Ал әке сіз ше? Қалай? Аштысы қалай? Ұнап жатыр ма? Айтар жоқ. Айтар жоқ? Қатты ашты. Айтарым жоқ дейсіз ғой? Айтарым жоқ, қатты ашты. Міне көрдіңіздер ма? Мына жестко ашты бар ғой, ё-майо. Если сіздерде осының дәмін татып, былай жек көргілеріңіз келсе, өсінше бұның аты Ляң пизы. В общем, әріптеп жаздым, өздерін скриншот жасап алып, әйтеуір бір бәле қылып, тугізге бассаңдар, может шығады. Қызықсаңдар, короче, іздесеңдер, табасыңдар бұны. По-любому, но дәмін сол кезде көретін болсын. Уже мынандай қара аштысына кетті, ё-майо. Қалай? Ұнап жатыр ма? Күшті. Әкем де біреуін жеп отыр. Қалай, күшті ма? Удай ашты ма екен? Шыдай алмай жатсыздар ма? Не, если что, ашты болып жатса, міне, сразу тұр, мынаны қараңыздар. Просто мөлдіреп тұрғана су деген. Бұтты көрінбейді, оның ішінде су бар екен. Су бар ішінде. Мына ал келген тамаққа 10-ның қаншасын қоясыз? Мынаған ба, мынаған ба? Именно мынаған. Қанша қоясыз? Мынау біраз езіл кетіпті. Жеті қояйын. Ал әке сіз қанша қоясыз мына тамаққа? Қатты ашты деп 6 қоям. Қатты ашты болып жатса, міне су бар. Су бар, су ішіп десең болады. Су ішіп жесеңіздер болады. Ал вот енді сіздерге сұрақ. Сіздер менің мамама болеть етесіздер ма, или папама ма? Комментке жазып кетіңдер, короче. Кім ұтады? Меніңше мамам ұтатын сияқты.
бәте ұтылып қалатын сияқты. Ну как-никак я за маму. Сол үшін қазір мен былай істеймін. Бүйтіп аламыз да бүйтіп әкемнің алдына бүйтіп қоя саламыз. Бұны не үшін істегендеріңіз білесіздер. Естеріңізде болса, мен Әділбекпен де осындай су ішпек челлендж түсірген кезде мен де суды әдейіге оның алдына қойдым, чтобы ол сол суды ішіп жатырмын деп ойлап қалатын. Психиканы бұзуды. Короче, көреміз. Мына енді уже сочный нан кетті. Ашты нан, қараңыздар. Ё-майо. Қалай әке? Әкем аузын қараңыздаршы. Ё-майо. Прям қып-қызыл болып кеткен ғой. Прям ашты болып жатыр қаншағыр, жестко ашты болып жатыр. Вот достар, сіздерге айтып жатырмын. Бұл прям Қазақстанда ешкім бұлай түсірмеген, именно мен ғана түсіргем. Сол үшін сіздерден қызыл кнопка подписацияны басып, сұрғылып сағыларыңызға лайықтымын деп ойлаймын. Так что бас кетейін міндетті түрде. Мен уже бір айланып келгенше, мынаяқта папам мамдар нормально жеп тастапты. Уже міне батям уже почти бітірген. Дауысын естіп жатсыздар, қатты ашып жатыр. Қайсы? Көзіне қараңыздар, жасағып жатыр. А сізден ше? Мамамның вообще еш нәрсе болмаған, айтып тұрмын ғой. Мынаны жемепті. Бәрі болған разница жоқ деп ойлаймын, по-любому. Аштыны біраз жесең болды, сразу уже аузың аши бастайды. Батям бәрібірде жеп жатыр. Но алдында су бар, бәрібірде. Су ішкіңіз келіп тұрған жоқ па? Не наған қараңыз. Наны просто қолыңызға ұстайсыз да, қуқ өткізесіз. Потом қуқ қайта қаласыз ғой. Короче, біраз уақыт өтті, бір где-то 5 минуттай өтті. А мынаяқта батям қоймайды деп қараңыздар. Көрдіңіздер, аузы уже қып-қызыл прям бар ғой, айтамадым енді. Ё-майо, ал жеп тастаңыз. Давай. Ал мамам просто өзінкін аккуратно анандай элегантно. This is Francisco. Ашықпай смоля жеп атады. Я тура осы моментті мен байқап қойдым. Ну, қазір байқамаймын, қазір келген соң видеоны қайталап көрім, сол кезде байқап қойдым. Стоп. Аға лейтенант Ердаканаев бір соттың анық-қанығын анықтады. Қандай дейсіздер ғой? Өкінішке әрке, сіз суды ішіп қойыпсыз. Іштіңіз ба? Мойындаңыз. Бізде барлық толық айғақ бар. Мысал, міне қараңыздар қайталап. Короче, тура осылай суды ішіп алды. Конечно, бұл есептелінеді. Өйткені мен қойған тактика жүзеге асты. Алдына суды қойдым. Психика бұзылды. Соны ішіп жіберді. Короче, все, әке. Без шансов. Ұтылдыңыз сіз. Ал енді не деп едіңіз? Ұтылғансы? Өлең айтып берем дедіңіз ба? Әрине. Жүріңіз, кеттік. Сендерге тағы да бір керемет нәрсені көрсетейін. Мынаяқта мамамның уже ауыз аши бастады. Кәдімгідей бар ғой. Уже жартысына келмей. Айттым мен, бұл өте ашты. Просто сендер дәмін көрсеңдер, шыдай алмайсыңдар. Короче, все. Ал батя міне гитарасын алып келді. Ал енді өлеңін айтып беретін болады бізге. Ал, давай, 1, 2, 3, кетті ал әкем. Читири-татарина, не плотная коса. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Никому не нужно. Алматыда поезд келер, тиегені суғари. Алматыда поезд келер, тиегені суғари. Егер мені сүймесең, пожалуйста, уходи. Читири-татарина, не плотная коса. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Короче, все, видео осылай аяқталатын болады. Сіздер мәдеттегі болған мен Ерда, және де менің папа мен мама. Бәріқтарыңызға давай келесі видеода кездескенше.